Сәлем көрермен, менің атым Асия. Біз әкемнің жұмыстарымен кішігірім қалашыққа көшіп келген болатынбыз. Көше сала көшелердің жолдары, ондағы адамдардың көзқарастары маған өте біртүрлі сезілді. Жоқ, бұл жай ғана әлсіздіктен ғой деп өз-өзімді жұбатып та қоямын. Одан да жақсы ойға кеткім келіп, болашақ үйімді армандап ұйықтап қалыппын. Тіркеліп лайк басуларыңызды сұраймыз. Сөйтіп үйімізге де келіппіз. Қорқынышым өңіме айналғандай өте ескі үй екен. Анама бұл қалай деп сұрағанымда, бұл уақытша ғой деп жауап берді. Кіре сала әдеттегідей ата-анам өз жұмыстарына кірісіп кетті. Ата-анамның маған деген немқұрайлылығы өз-өзіме ұнамаса да, олардың мені жақсы көретіндеріне сенемін. Кенеттен әкемнің жұмыстасы тез келуін өтініп, дереу шақырып алды. Анам әкемнің жұмыстасы болғандықтан ол да кетті. Әрине, анам кетеріне қатты алаңдап қобалжыды. Мен бәрі жақсы, мен үлкен қызбын ғой деп алаңдама, жұмысыңа кете бер деп жібердім. Алайда бойымдағы қорқыныш олар кеткен сайын үдей түсті. Өзімнің бөлмеме барып тез ұйықтауға тырыстым. Қайдам, ешкі ескілігін көрсетті ме, сықырлап, мазамды ала бастады. Басында мән бермедім, бірақ бұл дауыс мені шақырғандай үдей түсті. Бар батылдығымды жинап астына түстім. Ас үй маңда шашы жалбыраған бір әйел отыр екен. Шошынғаным соншалық айқайлап жібердім. Ол да маған жалт қарады. Әлсізденген дауыспен "Қорықпа қызым" деді. Мен не істерімді білмей қалдым. Оның "қызым" деген сөзі маған жылулық сездірді ме, әлде бұл сөзді естімегеннен бе, оған жақындап келіп "Кімсің?" деп сұрадым. Мен осы үйдің қорғаушысымын. Бұл үйге көптен бері ешкім келмеген еді. 3 күннің ішінде сен ғана келдің. Бірақ бұл да уақытша шығар. Мені көрген пенделер алыстан қашып ізім-ғайым жоқ болады. Бірақ менің ешқандай зияным жоқ. Тек осы үйді қоныстанғаным болмаса деп маған күрсініп жауап берді. Бойымдағы қорқыныш әп-сәтте жоғалып, аяныш сезімі туындағандай болды. Мен негізі жалғыз емеспін. Менің ата-анам да бар. Сені таныстырып, әлі күшті отбасы болып кетеміз дедім. Осы кезде мен жаудан бір әйелді аман сақтағандай сезімде болдым. Таң ата осы сезімді білдіруге ата-анамды зарыға күттім. Бірақ олар келмеді. Мен бойынсынбадым. Елес әйел мені шақырып, біраз ойынды да қарықтырып алдық. Бей-билеп көңіл көтердік. Bir қызығы елес әйел тамақ пісіре алады екен. Маған анам жасайтындай құмақ бәліштерін пісіріп берді. Дәмі де, құрамы да бірдей ерекше. Мен таң қалдым. Сіз тірі болсаңыз, анаммен бірге жақсы құрбы болатын едіңіз, дедім. Сөйтіп күлімсіреп те қоям. Ол да маған жымиып, басын изеп қояды. Анаңды сонша жақсы көресің бе, деді. Мен кідірместен, әрине, жақсы көремін. Анамның ыстық алақаны, оның пісірген әр тамағы бал татындай ғой шіркін. Көпте маған көңіл бөлмегенін де біліп жүрмін. Мен оларды түсінсем де сырттай ренжіп жүретінім анық. Бірақ бұл балалық еркелігімде шығар деп қоямын. Bir сәтте есіктің ашылған дыбысын естідік. Ата-анам екен. Қуанғаным соншалы құшақтап қойнына қыса бастадым. Олар да мәз мені құшақтап. Қайда жүрсіздер? Неге келмедіңіздер? Оны қой, мен сіздерге бір кісіні таныстырғым келіп отыр. Елес әйел деп айқайладым. Ол келген жоқ. Жанұшыра оны іздедім. Тағы да келмеді. Ата-анам шокта тұр. Мен оларға түсіндіргім келсе де, олар түсінбей қалды. Асия, сен кішкене шаршағансың ғой. Бар жата ғой. Біз де асығудамыз. Қазір кетуіміз керек. Ешқандай елес те, әйел де жоқ, деп шығып кетті. Мен тағы да жалғыз қалдым. Я елес әйел жоқ, я ата-анам жоқ. Сөйтіп өз-өзіме келіп, оның жай ғана түс шығар деп те ойлаймын. Бірақ түн ауа тағы да үй әлдене құбылысқа еніп мені шақыруда. Барсам тағы сол елес әйел екен. Мен оған шақырғанда неге келмедің деп ашулана үн қаттым. Ашуыңды басшы қызым, деді. Дастарханды гүл-гүл жайнатып қойыпты. Менімен осы күнді өткізсең, саған бәрін айтатын боламын, деді. Мен уәде бер деп
кімілжіп алдым. Ол маған уәде берді. Солайша екеуміз дос болып тамақ жеп фото-альбомын көрсетті. Бір қызығы, оның фото-альбомдары өзіме ыстық көрінді. Ол өзінің мендей қызы бар екенін айтты. Ол қызын жақсы көретінін, онымен көп уақыт өткізе алмағаным үшін өкінетінін айтты. Сен ешқандай қызға ұқсамайсың, ерекшесің, және менің қызыма да кішкене ұқсап кетесің дейді. Кімілжіп жылап жіберді. Ол менің қызым қайтыс болғанын да білмейтін шығар. Білсе мені кешіре ме екен деп ағыл-тегіл жылап жіберді. Мен оның мөлдіреген көздеріне қарап, ол сені әлі-ақ кешіреді дедім. Оның қиналысын сөзбен айту жеткізу мүмкін емес еді. Сөйтіп, көп күткен сұрағымды қоя алмай, оның құшағында ұйықтап жата бергім келді. Ол кішкенеден соң маған ұмтылып, сен бұнда қала алмайсың, сенің анаң жоқ, мен оларды көрмедім, олар жоқ, бұл үйден кетуің керек, тез-тез кет, деп мені жанұшыра үйден қуып шықты. Өзім де біртүрлі болып қалдым. Сөйтіп көзім де қарауытып, басым да айнала бастады. Дым да түсінбей қалдым. Бір кезде қатты басым ауырып оянып кеттім. Жан-жағыма қарасам, үйде емеспін. Бұл басқа жер. Және аппақ стеналар, система, қасымдағы Мейірбике және әкем отыр. Әкем жан-жағына жанталасып, қызым, тұрдың ба деп мені сөйлетуге мәжбүр болып жатады. Мен дым түсінбедім. Қарасам, өзімнің денемнің сау тамдығын қалмағанын көрдім. Қобалжып кеттім де, маған не болған түсіндірші әкешім дедім. Не болған маған, әке, айтшы шыныңды дедім. Қызым, есіңді жидың ба? Мен кіммін деді. Әке, я жидым, әкемсіз ғой дедім. Тезірек айтсаңызшы. Қызым-ау, біз аварияға ұшырадық. Кішігірім қалашыққа бара жатқанда есіңде ғой дедім. Я, есімде. Анаң 3 күн бұрын қайтыс болды. Ал сен болсаң 3 күн бұрын ес-түссіз комада болдың. Жаңа ғана 1 минут алдын сен өле жаздадың. Мен қайғыдан құса болып жаздадым. Қызым, сен мені түсінесің бе? Ал содан соң әкем қасыма келіп, елес әйелдің бейнесі көрінді. Елес әйел әкеме қарап, әкеңе қамқор бол, қызым деді. Ол анамның сұлбасына енді. Оның анам екенін енді түсіндім. Ол мені арғы дүниеге жібергісі келмеген соң итеріп жіберген екен ғой. Анамызды қазір де тірі кезінде бағалап қалайық. Ананың аты ана ғой шіркін. Оларға қамқор болып, жылы-жылы лебізімізді айтып жүрсек артық болмас еді. Сау болыңыздар.